Сәлем достар, кейде біз өзіміздің жайлығымыздан көп нәрсені байқамаймыз. Жер бетінде көптеген адамдар жылы төсек, төсеніштерді армандайды, және әрдайым тоя тамақтансақ екен дейді. Ал біздер даяршының 1 минуттық кешігуіне, ұйықтар алдындағы терезеден естілген шуға шағымданып жатамыз. Салыстырар болсақ өте көп, ал біздің мына кейіпкеріміз көптеген адамдарға үлгі болады. Мектеп бұл балдардың баруы тиіс жер. Себебі бұл жерде оқуды, санауды, адамдармен қарым-қатынас жасауды үйренеді. Бір өкініштісі, білім алуы тиіс мектепке бару қиындық туғызатын жағдайларда болады. Соған қарамастан, біздің кейіпкерімізге ештеңе кедергілік қылмайды. Тіпті қатты аязды. 8 жасар Ван Фумен есімді Қытай азаматы әжесімен бірге Синьцзе провинциясында тұрады. Анасы бірнеше жыл алдын тастап кетіп қалған. Әкесі ақша табу үшін қалаға барып істеуіне тура келеді. Баланың тұратын жерінен мектепке дейін шамамен 5 километрде ара қашықтық. 8 жасар балаға бұл өте ауырлық қылады. Соған қарамай, қорқынышын жеңіп, мектепке баруды тоқтатпаған. Мектепке барар жолда күннің суығынан бөлек қорқатын басқа да жағдайлар бар. Сонда да ең көп қолайсыздық туғызатын ауа райы. Ойлап қараңызшы, күннің суығында қатты соққан желге қарсы жүру қаншалықты қиын. Ванның өмірі директордың суретке түсіріп, интернетке салған суретінен кейін интернетте қатты талқыға түсті. Сол күні қатты аяз болатыны ескертілсе де, жоспарлы тесттен қалмау үшін оқуға келген кезінде шаштары мұз қатып, беттері қызарып, суықтан қолдары біршама уақыт қозғалмай тұрды. Жақсы өмір сүретін балдар үшін мектеп күнделікті қалыпты жағдай болар. Бұл бала өзі үшін оқудың қаншалықты маңызды, керек екенін көрсетті. Ванның директоры одан басқа да осындай балдардың суреттерін түсіріп, интернетке салады. Бұл балдардың тәртібіне, алға қойған мақсатына жету үшін барына шыдайтындығына таң қалмай амалымыз жоқ. Бұл бала жайлы не айтасыздар? Өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Лайк басып, бейнероликті басқалармен бөлісіңіздер. Бұл баланың ерліктері жайлы көп адамдар білсін.